Ассаляму алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма міндетті түрде тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге осындай столыңыздың сәнін келтіретін, өте ерекше болып шығатын салат түрін көрсететін боламын. Бізге қажетті заттарымыз: пищевая пленка, тауық еті, ірімшік, укроп, қызылша, сәбіз, жұмыртқа, дәміне қарай тұз, бұрыш және де майонезбен сәндеу үшін осындай жапырақ қажет болады. Ең алдымен бізге осылай тауығымызды, жұмыртқамызды, басқа да барлық заттарымызды барлығын салып, дәміне қарай тұз, бұрышымызды салып, жақсылап араластыруымыз қажет болады. Яғни бізде бұның барлығы салмасына қажет болады. Салмасын, яғни осылай домалақтап, қатты үлкен қылмай, қолымызбен, яғни барлығын жасап шығамыз. Оны арнайы осылай доскамызға тізіп шығуымыз қажет болады. Пищевая пленкамызға осылай сәбіз бен қызылшамыздың барлығын осылай тегістеп, яғни жайып шығуымыз қажет болады. Одан кейін салмасын салып, видеода көріп тұрғандарыңыздай осылай қолымызбен, яғни домалақтап, әдемілеп жасап шығуымыз қажет. Столда әдемі болып көріну үшін осылай арнайы, яғни өзінің бір формасын келтіріп қоюларыңызға да болады. Және де ерекше әдемі болып шығу үшін осылай мен түрлі жапырақтармен, яғни әсемдеп қойдым. Сіздер де басқа да шпинаттың жапырағында қолдана берулеріңізге болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де менің каналыма кіріп қоюды ұмытпаңыздар. Басқа да түрлі видео рецепттерін көрулеріңізге болады. Барлықтарыңызға ас болсын.